Облыстық дін істері басқармасының қызметкерлері білім беру ұйымдарының басшылары резервіне дәріс берді. Арқаның түкпір-түкпірінен жиналған 25 болашақ директор жастар арасындағы діни экстремизмнің алдын алу тақырыбында білімдерін толықтырды. Білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығында өткен семинар туралы әріптесім Сәния Орынбасар әңгімелейді. Мұндай семинарлар жылда 90 аралық демалыстар уақытына сәйкес ұйымдастырылады. Бұл сабақтардың аясында болашақ мектеп директорлары мекемедегі құжат айналым, іс жүргізу, үш тілде білім беруді жүзеге асыру жолдарымен қатар жастар арасындағы діни мотивацияланған экстремизмнің алдын алу турасында білімдерін жетілдіреді. Алғашқы үш модульда біз жалпы мектеп директорына қатысты барлық мәселелерді оқып үйрендік. Бүгін міне арнайы дін басқармасынан келіп отырған спикерлерден біз дәріс алдық. Осы дәріс барысында көптеген көкейде жүрген мәселелерді қамтыдық. Облыстық дін істері басқармасының ұйымдастыруымен өткен бұл семинарда зайырлылық қағидаттары түсіндірілді. Әсіресе дін саласындағы мемлекеттік саясатты, дәстүрлі құндылықтарды насихаттау, діни экстремизмнің алдын алу және жастар арасында радикалды идеяларға қарсы иммунитетті қалыптастыру жөнінде мол мәліметтер берілді. Жастарымыз қазір әлеуметтік желілерде жиі отырады, интернет ғаламтор желісінде. Ғаламтор желісіндегі арнайы жасақталған деструктивті ағымның өкілдері болуы мүмкін. Сол ағымдардың өкілдерін тыңдап, шоқ басып кетіп жатқан, басқа ағымдарға кетіп жатқан жайттар бар, факттар бар, оны өзіміз көзіміз көріп, құлағымыз естіп жүр. Осы мәселеде сақтық шараларын жүргізіп жатырмыз. Білімді ұрпақ ұлт болашағы. Сол себепті де оларды оқытатын, бағыт-бағдар беретін мекеме басшыларының білімін жетілдіріп, өзара тәжірибе алмастыру маңызды. Бұл мақсатта білім беру орталығы тарапынан да атқарылып жатқан жұмыстар көп. Қарағанды облысының білім басқармасы мектеп басшыларын тағайындайтын жас резервтер деген арнайы курс ашқан болатынбыз. Бұл бізде курсқа қатысып отырғандар келешекте мектеп басшылығына өзін ұсынамыз деген басшыларды біз барлық мектеп саласындағы нормативтік құқықтық құжаттардан бастап мектептің тыныс-тіршілігімен бәрімен таныстырып өтеміз. Шара соңында қатысушыларға оқу-әдістемелік орталық тарапынан сертификаттар тапсырылады. Ұйымдастырушылардың айтуынша жүйелі өткізілетін бұл семинардың білім беру ұйымдарының басшыларына берері мол. Сәния Орынбасар, Олжас Ғаббасов, Ардақ Кейкенова, Сарыарқа телеарнасы.